Бәріңе сәлем достар. Бүгін обедке не пісірем деп ойландым да, осындай морозильниктен қамыр шығарып қойдым. Сосын піскен етті осылай микроволновкаға жылытып алдым. Етімді жақсылап турап алдым. Содан соң жуа турадым молынан. Осылай етпен жуаға тұзбен бұрыш салдым да жақсылап араластырдым. Оған дейін бағана қамырым жібіп тұр екен батарейканың үстінде. Сөйтіп осындай жаңағыдай пицца пісірдім. Ойбай, пицца самса пісірдім. Сосын тағы да ойландым, ужинға не пісірсем болады деп. Сөйтіп бір кезде осындай еттерді турап алдым. Измельчитель деген рахат екен негізі ше. Измельчительге осылай еттерімді салып жібердім да, дырт еткізіп рахат 6 секундта осылай еттерімді фарш қылып бірден турап береді екен ғой. Дайын болған фаршымды осылай бір ыдысқа салып алдым. Содан соң бір жуаны аршып, оны үлкен бөліктерге, 3 бөлікке бөліп, сосын осылай оны да езіп алдым. Рахат екен мынау деген. Енді измельчитель алып алыңдар қыздар. Сөйтіп мына фаршымның үстіне салдым да жақсылап араластырып, тұздап, бұрыштап, сосын үстіне күріш салдым. Бұл жерден енді видеоға түспей қалды. Одан кейінгі кезекте мынандай дәу морозильнигімді аштым да, ішінен осындай қатырған перецтерімді алып алдым. Бұл перецтерді негізі осылай целый қылып қатырғанмын, өйткені жаңағыдай голубцы пісіруге деп ше. Сол мына жерде мен еттердің бәрін осылай атын жазып, осылай сақтап қоямыз біз. Сіздер де еттердің аты жөнін сақтап қоясыздар ма осылай мен сияқты. Сосын мындай сәбіз, картоп, жуа, чеснок барлығын жақсылап қуырып алдым. Сосын банағы дайын болған фаршым бар ғой, соны перецке салдым. Сөйтіп, біреулер енді фаршированный перец дейді, біреулер жаңағы голубцы дейді. Біз енді голубцы дейміз. Осындай етіп голубцы пісірдім ужинға. Всем ас болсын.